Әлемдердің Раббысына мадақ болсын. Ақыреттің қайырлысы тақуалар үшін. Дұшпандық тек қана залымдарға тиісті. Елшімізге саллаллаху алейхи уассалам, оның отбасына және сахабаларына Алланың игілігімен сәлемі болсын. Я Алла Тағалам, Раббымыз бізден қабыл ете көр. Расында сен аса естушісің, білушісің. Уа иеміз, бізден тәубамызды қабыл ете көр. Ақиқатында сен тәубаны қабылдаушы, ерекше мейірімдісің. Осы ұлы қасиетті Құран берекетімен әлемге рахым етіп жіберілген сенің сүйікті елшіңнің құрметімен біздерді ақиқатпен жүргізіп тура жолда сақтай көр. Уа ең мейірімді, бізді ғафу ете көр. Уа кең пейілдердің ең кең пейілдісі, мейірімділердің ең мейірімдісі, өз фадылыңмен, құрметімен бізді күнәларымызды кешіре көр. Уа Алла Тағалам, бізді Құран хатымен әсемдей көр, бізді Құранның кереметімен құрмет ете көр. Бізге Құранның шарапатын нәсіп ете көр, Құран хатымен көркем ете көр, Құранмен жәннатқа кіргізе көр. Құран хатымның құрметімен осы дүниенің қиыншылығынан, ақыреттің азабынан сақтай көр. Алла Тағалам, Құранды осы дүниеде біз үшін жақын ете көр, қабірде мейірім ете көр, қияметте шапағат ете көр, сырат көпірінде нұр ете көр, жәннатта жолдас ете көр, тозақ отынан бізге перде ете, жамылғы ете көр. Алла Тағалам, Құранның оқылған әрбір әріп үшін тәттілік, әрбір сөз үшін құрмет, әрбір аят үшін бақыт, әрбір сүре үшін амандық, әрбір пара үшін сауап жаза көр. Алла Тағалам, Құраннан оқығанымыздың сауабын жеткізе көр, оқығанымызды нұр ете көр. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи саламның рухына фазылдық пен жақсылық пен байланысқа сый ете көр. Елшіміздің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Рухына, оның отбасына және Алланың игілігімен сәлемі болсын.